Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы квадрат теңдеулерді шешу әдістеріне есептер шығару. Бүгінгі сабақтың мақсаты квадрат теңдеудің анықтамасын білу, квадрат теңдеулердің түрлерін ажырату және квадрат теңдеулерді шешу. Біз сіздермен квадрат теңдеулерді өттік. Енді сол квадрат теңдеудің жалпы түрі ax квадрат плюс bx плюс c тең 0. Егер де квадрат теңдеудің дискриминанты 0-ден үлкен болса, оның екі түбірі бар. Егер де дискриминант кіші 0-ден болса, оның түбірі жоқ. Егер де дискриминант тең 0-ге болса, онда бір түбірі бар екен біз білеміз. Мына квадрат теңдеудің 5x квадрат минус 6x плюс 1 тең 0 коэффициенттері a, b, c. Асы b 5-ге тең, b'сы минус 6-ға тең, c бос мүше тең 1-ге. Біз көріп отқандай квадрат теңдеулердің әртүрлі шешу тәсілдерін білеміз. Мысалы 3x квадрат минус 5x плюс бұл теңдеу келтірген квадрат теңдеу. Дискриминанттың формуласы db квадрат минус 4ac. Енді осындай квадрат теңдеулерді шығарғанда бізге керегі сандардың квадраты. Түбір астындағы 121 санның квадраты 11-ге тең екенін білеміз. Сонымен біз сіздермен квадрат теңдеудің жалпы түрін өткенбіз. ax квадрат плюс bx плюс c тең 0. Бұл квадрат теңдеуді шығарғанда біз дискриминантты тапқанбыз. Дискриминант үлкен 0-ден болса, дискриминант тең 0-ден болса, және дискриминант кіші 0-ден. Дискриминанттың ғаламат теріс таңбасы қиянат. Оң сан шықса, түбірден шәкірттің ісі оңалады. Неге? Сол сұраққа жауап беріңіздер. Жарайсыңдар, екі түбірі бар. Егер дискриминантым менің жоқ, түбірге төмен күмән көп, сонда да қорқар жөнім жоқ. Көңілім менің мүлде тоқ. Себебі балалар. Жарайсыңдар, бір түбірі бар. Дискриминантым болдау теріс, табылар мекен түбірлері тегіс. Уақытты босқа жібермей енді, түбірлер мұнда болмайды мүлде. Неліктен балалар? Жарайсыңдар, шешімі жоқ. Енді бізді осы квадрат теңдеулерді шығарғанда әртүрлі әдістермен шығарамыз, өздерің білетіндей. Бұл көбейткіштерге жіктеу, формула арқылы шешу, вет теоремасы бойынша және графиктік тәсілмен шешу. Енді біз балалар мына 4 есепті шығарайық. Өздерің үйді шығарып, мына түбірлерінен жауаптарын жазасыңдар. Бір сөз шығады. Сонымен, біз сіздермен квадрат теңдеуді өттік. Оның жалпы түрі ax квадрат плюс bx плюс c. Екінші квадрат теңдеуіміз x квадрат плюс px плюс q тең 0. Бұл келтірілген квадрат теңдеу. Осы квадрат теңдеулердің түбірін табу формуласы міне жазылып тұр сіздерге. Және теорема вет бойынша табылды, түбірлерін таптық. Толымсыз квадрат теңдеудің жалпы түрі міне ax квадрат тең 0, ax квадрат плюс c тең 0, ax квадрат плюс c, bx тең 0. Тыңдағандарыңызға рахмет.